Сәлем достар, менің есімім Анель, мен сексологпын, бұл сыр білім парақшасы. Жақын арада дайректке осындай сұрақ келді, және де оған дейін бірнеше осы стористер, бірнеше күн бұрын осы стористерде осы тақырыпты дауыс шығару жайында стористі мен шығарғанмын, және де сіздің жеке сұрақтарды, сіздің жеке пікіріңізді сұрағанмын. Сұрақ осындай да. Саламатсыз ба Анель ханым, сізге көп рахмет, видеоларыңызды қарап жүрмін. Өте пайдалы, рахмет. Тұрмыстамын, ата-енем қайын апа, қайын сіңіліммен тұрамыз. Бұл қазақшылықта енді кең тараған да, жастар көбінесе енді үйдегілермен, туысқандармен бірге тұрады да. Күйеуім екеуміз жыныстық қатынаста болған кезде дауыс шығартпайды. Мен айтам, кішкене баяу шығаруға болады ғой, естілмейді десем де, жоқ, вдруг естіп қалса деп қоймайды. Ал мен кайфты сезініп болуым келеді. Мен түсінбеймін, не үшін олай айтатынын, не істеуге болады. Алдын ала рахмет. Осы негізінен өте өзекті тақырып, себебі көп қыздар маған жазады, мен төсекте дауыс шығарғым келеді, ләззат алғым келеді, бірақ күйеуім жоқ, үндеме, дауыс шығартпа деп мені басып тастайды. Негізінен бұл үлкен мәселе, себебі оның ең басты негізінің мәселенің негізі бұл ұят, ұят біреу естіп қалады, ұят не айтады. Мына жерде әрине әйел адам көбі қиналады, себебі еркектер, өзіңіз біледі, қазақшылықта болсын да, біздің жалпы менталитетте еркектер көп эмоция білдіртпейді, олар айтпайды ашығына, эмоция білдіртпейді, и оларға это как-то нормально. Ал әйел адам өзімен өзі өте эмоционалдық, ләззат, бәрібір әйел адам жаратылысы сондай, біз эмоция білдіреміз өте көп, и төсек қатынаста әйел адамды басқан соң әрине өзін бір ыңғайсыз, бір басылып қалады, сезім пайда болады. Бұл негізінен дұрыс емес, достар. Себебі жас қыздар күйеуге шыққанда төсектен ләззат алып енді үйренгенде, осы кезде өте маңызды әйеліңізді ашу керек, яғни төсекте ләззат алсын, оның бүкіл керекті жағдайларын жасап, кішкене де болса әйел адам эмоция ішінен бәрібір шығару керек, оны басуға болмайды. Егер де сіз, мына жерде тем более менің оқырман арасында еркектер өте көп оқитын, егер де сіз әйеліңізді басып тастасаңыз, үндеме, анау, мынау, естіледі, ұят, анау, әйеліңіз мүлдем ләззат ала алмайды. Себебі оның ойы ләззат алуда емес, оның ойы біреу естіп қалады, және де қазір күйеуімен ұрсады, бірдеме сөйлейді. Сонда төсектен қандай ләззат алады? Мына жерде ойлап қараңыз. Сол үшін міндеті бірдеме шешем, егер де сіздің әйеліңіз ләззат ала алмаса, егер де дауыс шығару үлкен мәселе болса, мына жерде көз қарасыңызды міндетті түрде ауыстыру керек, жаңадан басқаша қарау керек. Енді мынандай мәселе болуы мүмкін, үйдегілер естісе не болады? Үйдегілер біледі, жастар үйленді. Жастардың төсек қатынасы бар. Тем более қазір заман басқа бәрібір. Это норма, дауыс шығару норма. Мына жерде әрине мен айтып жатқан жоқпын, когда порно тыңдайды, вау деп порнода обычно кетеді дауыстар. Жоқ, әйелдерде в целом ләззат алғанда прям қатты, прям деп кетпейді. В основном ләззат алғанда әйелдер естественный түрде бір приятный эмоция шығарады. И это нормально, соны сіздің үйдегілер соны естісе, еш нәрсесі жоқ. Олар біледі, сіздер төсек қатынаста айналысасыз болды, И, кстати, кері байланыс бір қыздар жазған, бір қыз, көбісі, кстати, көп қыздар мән бермейді, потому что эмоция, и оған уже бәрібір естейді, естемейді, бәрібір шығарады, өз эмоцияларын. И кеуде де шығарады. Ана жерде туысқандар басқа стенкада бәрібір естейді, оларға бәрібір, потому что олар екеуі төсектен ләззат алып жатыр. Олардың ойы тек ләззат алу. И, конечно, олардың қарым-қатынасы екі ара өте жақсы, олар екі ара ләззат алып жатыр. И мына жерде бір қыз айтқан, мен, говорит, есімде бар, айтқан, ұнап қалды маған, айтады, мен күйеуге шыққанда вообще ойламадым, кім не айтады, анау-мынау бәрібір дауыс шығардым, и ата-енем бізді бөлек үйге шығарды дейді, то есть олар бәрін уже өздері үй алып қалады, өздері, потому что жастар, это нормально, Тем более жастарда ең алдыңғы кезде вообще төсек қатынасы көп болады, ең басында. Потом уже как регулярно болып кетеді, как-то кішкене басылады. Бастапқы деңгейде өте көп жастардың ішінде осындай прям қызық болып кетеді,
И даже если жастар емес, сіз уже күйеуде көп жыл тұрсаңыз, и сізде жыныстық қатынас регулярный болса, сіз қаласаңыз, тоже сіздің нормаңызда өзіңізді қысылмай, еркін эмоцияны білдіру. Мына жерде қазір шығады, о, ұят, қазақшылықта жоқ, анау, мынау. Мына жерде мен айтамын, бұл менің жеке пікірім, бұл сексуалдық психология тарапынан эмоцияны басуға болмайды, оны ашығынан, оны шығару керек, да, басып тастауға болмайды. Ол тек психологиялық тарапынан емес, ертең сіздің денсаулыққа да зияны келтіруі мүмкін, да. Көптеген әйелдер оргазм алмайды, оларда стресс, күйзеліс пайда болды, олар бақытсыз, бірдемені что-то не то, да, өмір өтіп жатқан, мен бірдеме алыватқан жоқпын сияқты бір ой келуі мүмкін. Осыған жетпеңдер, осыған өзіңізді жеткізбеңдер, да, міндетті түрде шешу жолдарын қарастырыңыз. Егер жоқ бәрібір сөйлейді, ұят, анау мынау деп жүре берсеңіз, жарайды, бұл сіздің шешіміңіз, сіз осылай жүре бере аласыз, да, бұл сіздің жеке өміріңіз, әркім өз үшін, өз өмірін, өзі шешімдерін, қадамын өзін басады. Так что, достар, егер де өзгертем, егер де мынау ұнамайды, бірдеме істесем, значит, ұят жағынан басқаша қарастырыңыз, мына жерде басылып кішкене ашыңыз, өзіңізді эмоцияны баспаңыз, қаншалықты болса, қалай істеген ғалі, потихоньку бәрібір ашылыңыз, сол кезде сіз төсек қатынастан ләззат аласыз. Осы тақырып жайында пікір қалдырыңыз, да, сұрақтар болса сұрақ жазыңыз, мен осындай видео арқылы сіздің сұрақтарыңызға жауап беремін. Рахмет, сау болыңыз.